Қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір Әділхан. Бүгін сіздерге осындай керемет жұмсақ болып шығатын кекс рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Рецептімізге қажетті заттар: ұн, ерітілген май, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және сметана керек болады. 3 жұмыртқаны қантпен араластырамыз. 3-4 минут көлемінде. Массамыз ағару керек. Қант пен жұмыртқаны әбден араластырып болған соң сметанамызды қосамыз. Содан соң ерітілген майымызды қосамыз. Мен ұн мен қопсытқышты әбден електен өткізіп алып барып қосып жатырмын. Солай жасасаңыздар, өте кексіміз жақсы көтеріледі. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң осындай кекс формасына салып пісіріп аламыз. Ас қасықпен 2 қасық әрбір кекске салыну керек. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қойып қыздырып аламыз. Сосын барып қана салуымыз керек. Сол кезде кексіміз өте жақсы көтеріледі. Кексімізді пешке салған соң 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскенін шпажкамен тексеріп алыңыздар. Осындай өте жұмсақ, нәзік кекстер пісіп шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алдыңғы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар.